Сәлем, достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен бірге қазақ даласының шипалы өсімдігі итмұрын, яғни шиповник туралы толық әрі қызықты әңгіме қозғаймыз. Итмұрынның шығу тегі, қасиеттері, химиялық құрамы, одан жасалатын емдер, қолдану жолдары бәрін қамтып айтамыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, пайдалы мәліметтер алып отырыңыз. Сонымен бастайық. Жабайы раушан дейді екен, итмұрынды ел кейде піседі екен жемісі. Қараша айы келгенде, онда аскөр бен қышқыл сенесің бе көп десе, 50 есе. Лимоннан, қарақаттан 10 есе. Итмұрын қазақтың шөбі деуге болады. Бұл өсімдікті білмейтін адам кемде кем шығар, бірақ көп адам оның қаншалықты пайдалы, құнды әрі ерекше өсімдік екенін біле бермейді. Ғылыми атауы Роса canina, яғни ит раушаны. Кейбір елдерде оны жабайы раушан, шиповник деп те атайды. Тарихына үңілсек, итмұрын адамзатпен бірге жасап келе жатқан өсімдік деуге болады. Ежелгі Грекияда атақты дәрігер Гиппократ бұл өсімдікті ішек ауруларына, асқазан бауыр сырқаттарына қарсы пайдаланған екен. Римдік сарбаздар соғыстан жараланып келгенде, жараларын емдеу үшін итмұрын майын қолданған. Ал қазақ даласында ата-бабаларымыз бұл өсімдікті қысқа сақтап, суық тию, әлсіздік, асқазан ауруларына қарсы пайдаланған. Нағыз халық медицинасының інжу-маржаны деуге болады. Итмұрын табиғатта кең таралған. Ол тек Қазақстанда емес, бүкіл Еуразияда өседі. Еуропа, Кавказ, Орта Азия, Ресейдің орманды аймақтарында, Қытайда, тіпті Африка мен Таяу Шығыста да кездеседі. Қазақстанда Жетісу, Тянь-Шань, Алтай, сондай-ақ орталық Қазақстан, шығыс Қазақстан аймақтарында көп өседі. Биік тауларда да, өзен аңғарларында да, тіпті далада да өсе береді. Суыққа, ыстыққа төзімді, көп күтімді қажет етпейді. Сондықтан да оны нағыз жабайы дәріхана деп айтуға болады. Ал енді оның ерекше қасиеттеріне тоқталсақ, итмұрын басқа ешбір өсімдікпен салыстыруға келмейтін. Шипалық қуаты өте жоғары өсімдік. Ол күзде қызарып, сары қызыл түске енгенде, құрамындағы дәрумендер ең жоғары деңгейге жетеді. Оның ең басты ерекшелігі дәруменнің мөлшері өте көп. Тіпті лимонмен салыстырғанда 50 есе артық, яғни қарапайым ғана итмұрын шайын ішіп, сіз тұмаудан, әлсіздіктен, дәрумен жетіспеушілігінен оңай құтыла аласыз. Енді химиялық құрамына қысқаша тоқталайық. Итмұрын құрамында мынандай пайдалы заттар бар. Дәрумені иммунитетті күшейтеді. Дәрумені бета-каротин, көру қабілетін жақсартады. Дәрумені тері мен шашқа пайдалы. Дәрумені қанды ұйытады. Дәрумені рутин, қан тамырларын бекітеді. Флавоноидтар жасушаларды тазартады. Антиоксидант. Темір, кальций, фосфор, калий, магний, сүйек, жүрек, бүйрек үшін таптырмас минералдар. Органикалық қышқылдар ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етеді. Пектин ішекті тазартады, токсиндерді шығарады. Көріп отырғандарыңыздай, бұл нағыз табиғи дәрумендер қоймасы. Ал енді итмұрынның қандай пайдасы мен емдік қасиеттері бар, соған көшейік. Біріншіден, ол иммунитетті нығайтады. Суық тигенде, тұмауратқанда, әлсірегенде, бір стақан итмұрын тұнбасы ағзаны қалпына келтіреді. Балаларға, қарт адамдарға өте байлы. Екіншіден, қанды тазартады, жүрек қан тамырларын жақсартады, қан қысымын реттейді, жүрек соғысын тұрақтандырады. Үшіншіден, асқазан ішек жолына жақсы әсер етеді. Көптеген халық емшілері гастрит кезінде итмұрын тұнбасын ұсынып жатады, өт жолдарын тазартып, ас қорытуды жақсартады. Төртіншіден, бүйрек пен бауырға пайдасы мол, итмұрын зәр айдайтын қасиетке ие. Яғни ағзадағы артық тұз, су, токсиндерді шығарады. Бесіншіден, тері мен шашқа оң әсер етеді. Дәруменнің көп болуы теріні жасартып, әжімді азайтады. Ал шашқа жағылатын итмұрын майы табиғи бальзам десек болады. Сонымен қатар, итмұрынды созылмалы шаршау, әлсіздік, күйзеліс, ұйқысыздық кезінде де қолдануға болады. Ал енді итмұрыннан не жасауға болады деген сұраққа тоқталайық. Ең жиі жасалатын түрі итмұрын тұнбасы. Ол үшін кептірілген жемістерді ыстық қайнаған суға салып, 6-8 сағат тұндырып, сүзіп ішеміз. Күнде таңертең аш қарынға ішсеңіз, бір аптадан кейін-ақ нәтиже байқайсыз. Екінші түрі тосап, итмұрын тосабы, қысқы суықта дәруменге толы, керемет ем. Балмен араластырып ішуге де болады.
Шай түрінде де кең таралған, жай ғана қайнаған суға 5-6 жеміс салып, 15-20 минут ұстап ішіңіз. Күніне 1-2 рет ішу иммунитет үшін жеткілікті. Сонымен қатар халық медицинасында итмұрын ұнтағы, майы, шәрбаты да қолданылады. Итмұрын ұнтағын асқазан ішек жолы үшін, майын тері жараларын емдеу үшін қолданады. Шәрбаты балаларға пайдалы, әсіресе күз-қыс мезгілінде. Итмұрынды қолдануда бірнеше кеңес. Біріншіден, тұнбаны дайындағанда қатты қайнатуға болмайды, дәрумендер бұзылады. Тек қайнаған суға салып, бетін жауып тұндыру керек. Екіншіден, жемістің ішіндегі ұсақ тікенекті тұқымдарын сүзіп алу қажет, асқазанға зиян келтірмеу үшін. Үшіншіден, белгілі бір аурулары бар адамдарға, жүкті әйелдер, жүрек қан қысымы жоғары адамдар дәрігермен кеңесіп барып қолданған дұрыс. Қорытындылай келе, итмұрын біздің табиғатымыздың шынайы байлығы, ол әр үйде болуға тиіс табиғи дәрі, оның пайдасы сансыз, зияны егер дұрыс қолдансаңыз, жоқтың қасы. Сондықтан әрбір отбасы күзде итмұрын теріп кептіріп қысқа сақтап қоюды әдетке айналдырса, дәріханаға жүгіну азаяды, денсаулық жақсарады. Бүгінгі видеомыз сізге пайдалы болды деп үміттенемін. Егер сіз де итмұрынды қолданып көрген болсаңыз, пікірде өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз. Қандай жолмен қолданасыз, қай ауруға ем болатынын байқадыңыз, бәрін жазыңыз. Басқаларға да пайдасы тиеді. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алда осындай пайдалы, шипалы өсімдіктер туралы тағы да бейнематериалдар болады. Уақытыңызды бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Келесі кездескенше аман болыңыздар.